Жайында айтатын болсақ, біздің мектеп 1969 жылы құрылған, ашылған. 1946 жылы бұл мектептің атауы қолбасшы, Ұлы Отан соғысында қолбасшы Иван Васильевич Панфиловтың атымен аталынған. Ол кезде бір ғана мектеп емес, мына мешітті көрдіңіздер, жаңа сол жерде ескі мектеп, екі мектепте 1600-ге жуық бала оқыған екен. Одан бері қарай 1992 жылы өзіміздің жерлесіміз Жамбыл облысына ғана емес, бүкіл Қазақстанға СССРге аты танымал қолбасшы, даңқты жазушымыз Бауыржан Момышұлының атағын иеленген екен. Бүгінгі күнде біздің мектебімізде 602 оқушы білім алады, оқу жылын аяқтайды. Білім сапасы 70%-ды көрсетіп отыр. 2 алтын белгіге үміткеріміз бар биылғы оқу жылында. Бұл жақсы жаңалық, өйткені 10 жылдан асқа біздің мектебімізде алтын белгі иегері шығарылмаған екен. Біз үшін үлкен жетістік. Атқарылып жатқан жұмыстар қазір өте көп. Ең бірінші жаңағы бала біздің байлығымыз. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасымен басталған дарынды балаларға арналған «Мен дарынды оқушымын» деген байқауға 3 оқушымыз қатысып, соның ішінде бір оқушымыз жетістікке жетіп, Тұрсынбай Алтынай алтын кітапқа шығып жатыр. Алтын кітабы келді, төс белгісі арнайы. Және дегі бала үшін үлкен қуаныш, мәртебе. Балаға жаңағы мотивация. Одан кейін елбасы медалі бар, Тұңғыш Назарбаевтың қола медаліне 3-ші орын иеленген Бексұлтан мейіріміміз бұл республика көлемде танылған. Ал облыстық, аудандық көлемде алып жатқан жетістіктеріміз өте көп. Соның ішінде бізде спортқа, қазақ күресіне көп көңіл бөліп жатыр. Сол жерден қола медаль, алтын медаль алып жатқан қазақ күресінен бізде балуандар өте көп. Қазақ айтады ғой, не шықса да ауылдан шығады. Осы біз ауылды көркейтуге, балаларымыздың жақсы жетістікке жетуіне біз қуанамыз. Тағы да атқарып жатқан мәселелерге тоқталатын болсақ, ең бірінші жаңағы биылғы облыс әкімінің бастамасымен басталып жатқан Жомарт түлек жобасы аясында біздің мектепте түрлі іс-шаралар атқарылып жатыр.